Сәлеметсіздер ме? Менің толық аты жөнім Тұрсынғали Айзере Ұланқызы. Мен 2026 мектеп бітіруші түлек абитуриентпін. Бүгінгі семинардың, яғни басты тақырыбы, мақсаты осы су және де экология мәселелері болып отыр. Осыған байланысты өзімнің ойымды айта кететін болсам, осы қазіргі таңда Жетісу, жер жаннаты Жетісуда өзіміздің өте көптеген су алаптары, өзендер және де артезиан алаптары бар. Бірақ та бұл су ресурстарын біз қаншалықты дұрыс әрі тиімді пайдаланып жатырмыз. Қазіргі таңда осы өзендердің көбін егіншілікке, мал шаруашылығына қарап бұрып алып кетуде. Бірақ та бұл Қазақстанның басынан өткен. Яғни осы 20-шы ғасырдан бастап Арал теңізі дәл осындай жағдайды кешкен. Енді қазіргі таңда осы Жетісу облысында орналасқан Балқаш көлі де осындай мәселені басынан кешіреді ме деген сұрақ бар. Яғни осы мәселені шешу үшін барлығы қазір ұсынып жатқан тамшылатып суғару. Бұл тамшылатып суғару қазір 2026 жыл, ал бұл суғару жүйесі 1970 жыл Израиль елінде пайда болған. Енді Қазақстанға бұл заттар бізге бір ғасыр шамасында келіп жетуде. Бірақ та осы мәселені шешу үшін осы бір ғасыр артта жүрмей, одан алдыға шығып, түрлі жаңа ресурстарды тауып, түрлі жаңа техникаларды ойлап табуымыз қажет. Және де сол ойлап табылу үшін жаңа идеясы бар, өзекті ойлайтын, ерекше идеяларға толы адамдарды осы сфераның жанына қарай тартуымыз керек. Енді экологиялық мәселелер енді қазіргі таңда ол қоғамның ішінде өте көп таралған. Өйткені бізде экологиялық ойлау, экологиялық мәдениет қалыптаспағанның шағы. Қазіргі таңда көп адамдар көшеге шыққаннан кейін өздерінің арттарынан өте көптеген қоқыс қалдықтарын қалдыруда. Бірақ та бұл мәселенің алдын алу, ол қоқыстарды дұрыс контейнерлерге салу, оларды түрлі бөлшектерге бөлу деген сияқты мәселелер болып отыр. Бұларды шешу үшін енді қазіргі таңда Қазақстан мектептерінде 7-ші сыныптан физикалық географиядан бастап оқытады. Бірақ та бұл мәдениет бізде ерте кезден басталу керек. Яғни әр ата-ана өзінің елі үшін, өзінің баласының, өзінің ұрпағының болашағы үшін кішкентай кезден бастап оның құлағына құйып отыру керек. Және де кішкентай балаға қанша айтсаң ол ұқпайды. Сол себепті әрбір ата-ана өзінің баласына өз іс-әрекетімен осыны көрсетуі керек. Яғни өз ойымды қорытындылай келе айтарым, біздің еліміз ол біздің кішкентай ғана ұямыз. Осы ұямызды сақтау үшін бар іс-әрекетімізді, бар қолымызды жинауымыз керек. Мемлекетімізді аялайық, экологиялық сақтайық.